Canada Wingsower экшн камерасы. Мына жерде 4К деп жазылған, яғни жазу форматы 4К-ден түсіруі тиіс, бірақ бүгін көшеге шығып оны тексеріп қарадым. Ешқандай да 4К емес, тіпті оған жақындамайды да. Енді қосып көрейік. Мына жерде қандай сапада түсірілетіні көрсетілген. Соған кіріп көрейік ішіне. Мысалы 1080-де 720 дейді, 1920-да 1080, 4К формат 3840-та 2160. Бұлардың ешқайсысы жоқ, шын айту керек. Бір ғана форматпен түсіреді. Бұл шамамен, енді бұл дәл емес, бірақ шамамен деп отырмын. Сол 640-та 480 деген сапада түсіреді. Одан да аз болуы мүмкін. Мысал ретінде осы видеоға, осы жерге түсірген видеомды салып қоямын. Сол арқылы өздерің анықтап алсаңдар болады. Камера туралы не айтуға болады? Камера жеңіл, кішкентай, қалтаға сыйып кетеді. Комплектациясы жақсы, бірнеше бекітпелері, ұстағыштары түрлі бар. Оны кеше қорапты ашу кезінде көруге болады, басқа видеода. Мына жерде USB кабель қосатын жері бар. Мына жерде флеш карта, сақтау картасы. Мына жерде екі кнопка, біреуі дауысты азайтып көбейтетін, қателеспесем, екіншісі ұзағырақ басып тұрғанда Wi-Fi қосылады. Wi-Fi арқылы телефонға жалғап, телефоннан камераны басқаруға болады. Сосын мына жерінде астыңғы жағында батарея салынатын жері бар. Батареясы бөлек алынады, яғни ауыстыруға болады деген сөз. Фирмасы мүлдем таныс емес маған. Бастапқыда мен Ekan деген Қытайдың фирмасы шығар деп ойлап едім, бірақ қателеспін. Ekan емес, Ekan деген фирманың көшірмесі, әлде баламасы сондай. Қысқаша айтқанда, Қытай брендінің қытайша көшірмесі. Бағасы 10.000 теңгеге жуықтайды, дәл 10.000 емес, 10.000 сәл аздау, 9.000 мен 10.000 арасында. Сондықтан да болар түсіру сапасы нашарлау. Жарияланған техникалық сипаттамасына сәйкес келмейді. Түсіру сапасы жақсы. Атақты брендтердің өнімдері, камералар әдетте 70.000-нан жоғары болатын шығар. Бұл бұдан әлдеқайда арзан. Сондықтан бұдан үлкен бір супер техника күтудің қажет жоқ, супер түсірілім. Сондықтан бір жай ғана балаға ойнауға беріп қоюға болатын шығар. Алғашқы тәжірибесін жасауға, қалай түсіру керек, нені түсіру керек деген сияқты дағдыларды үйрену үшін. Қысқаша осы.